Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың үндеуіне қатысты өңірдегі түрлі сала өкілдері пікір білдірді. Олар сайлауды уақытынан бұрын өткізудің аумалы төкпелі заманда елдегі тұрақтылықты сақтап, экономиканы одан әрі ілгерілету жолында аса маңызды екенін айтады. Президент сайлауын уақытынан бұрын өткізу өте маңызды әрі қажетті шешім. Сондықтан мен оны елбасымен, парламент мүшелерімен, конституциялық кеңеспен ақылдасып барып қабылдадым деді сөз басында Қасым-Жомарт Тоқаев. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев елімізді дамудың даңғыл жолына бастады. Енді оның әлемдік аренадағы беделін одан әрі арттырып, экономикалық өсімді орнықты ететін білікті басшы керек екенін уақыт өзі көрсетіп отыр. Сондықтан 9 маусымда өтетін кезектен тыс сайлаудың маңызы зор десті жиналған қауым. Біз үшін бұл сайлаудың қажеттігі өте зор деп ойлаймын, өйткені біздің Қазақстанды әлем мойындап қойған. Бүкіл экономикалық, рухани, қандай жағынан да әлемдік қауымдастықта өзінің орнын ойып тұрып алған ел. Сондықтан сайлау бұл қарапайым шаруа емес, ол бүкіл мемлекеттің жауапкершілігін мойнына арту деген сөз. Сондықтан бүкіл халықты билігін сеніп тапсыратын президент сайлауын алдын ала кезектен өткізу туралы шешімді 9 маусымға бекітіп, халықты алдын ала үндеу жариялап, осы мәселемен хабардар етуінің өзі біздің ақпараттық жағынан өте ашық екенімізді көрсетеді. Біздің Қазақстанға алдында үлкен шақыртулар тұр, ол экономикалық бағыттағы болсын, ол саясат бағытындағы болсын. Сондықтан енді біздің еліміздің президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы өте бір тарихи шешімді қабылдады деп есептейміз. Бұл сайлау қазіргі уақытта керек, себебі елімізде осындай үлкен айтқандай шақыртулар тұрған кезде белгісіздік елімізде болмауы қажет. Биліктегі айқындылықты өңірдегі жастар ұйымның өкілдері де қалайды. Олар бұл жолы да саяси шараға қолдау танытып, белсенді түрде өз таңдауларын жасамақ. Халықтың ұсынысын жерде қалдырмай, осындай шешім қабылдағаны бұл билік пен халықтың арасында бір үндестіктің бар екенін білдіріп отыр. Патриотты жастар өзінің туған еліне, жеріне деген өзінің көшбасшысын сайлауда бейқам қалмайтыны сөзсіз. Осы сайлауға да жастар бір ауыздан өздерінің нақты шешімдерін жасайды деген сенімдеміз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев саяси доданың ашық әрі әділ өтетініне сендіре отырып, қазақстандықтарды науқанға жауапкершілікпен қарауға шақырды. Назерке Тоқжан, Нұрлан Идеров, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.